Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Біздер үнемі жазды күні қойды аулада сойып, осылай шек қарын аршып, бас сирағын үйтіп, қазанға қуырдақ дайындаймыз. Бүгін жолдасым қой сойды. Мен шек қарынды осылай бөлек табаққа салып алып, алдымен сыртындағы іш майын жиып алдым. Одан кейін өкпе бауырын, бөтекесін бөлек-бөлек кесіп алып, енді мына бауырдағы өтті жарып алмай алып тастау керек. Ол үшін өттің айналасын жұқалап кесіп, жармай алып алдым. Одан кейін жүректі 4-ке бөліп, ішіндегі ұйыған қанын жуып тазалап қойдым. Бүгін сіздерге осы сойған қойдың ішек қарнын 10 минутта қалай әппақ етіп, пышақты пайдаланбай тазалағанымды көрсететін болам. Алдымен тоқ ішекті қысқа қылып, өзіме жууға ыңғайлы қылып, үзіп дайындап алдым. Одан кейін ішек қарынды жарып, тесіп алмай өзінің ретімен аш ішегін алып тастадым. Бәрін болғаннан кейін тоқ ішекті іші сыртын айналдырып, салқын суға жуып осылай. Одан кейін үлкен қарынды іші сыртын бүлдіріп алмай, тап-таза етіп жуып алдым. Бәрі дайын болғаннан кейін қарынның ішіне ішекті, кішкене қарынды, ұлтабарды бәрін салып, сарқылдап қайнап тұрған суды қарынға құйып, 10 минутқа қоя тұрамыз. Оған дейін мен етімді тұздап қойдым. Қақпағын жауып, салқын жерге апарып қойдым. Кешкісін жіпке іліп, жайып алатындай қылып. 10 минут өтті. Көріп тұрғандарыңыздай, қарынның ішіндегі суды төгіп, одан кейін түктерін осылай қолмен сыдырып алып тастауға болады. Ешқандай пышақты пайдаланбаймыз. Қолымызбен осылай сыпырып алып тастаймыз. Әппақ тап-таза болып шықты. Мен енді қуырдақ дайындауға кеткенде жолдасым қойдың басын, сирағын осылай үйтіп, одан кейін тазалап жуып алдық. Осындай видеоларды көргілеріңіз келсе, менің арнама тіркеліп, менің күнделікті салған видеоларымды қарап, лайк басып, комментарий жаза кетсеңіздер болады. Қазанға қуырдақты дайындап, самаурынға шай қойып, қуырдағымыз дайын болды, ас болсын.